Сәлеметсіздер ме, ханымдар мен мырзалар? Мен Алтаева Гүлнар, Қаскелең қаласынан боламын. 69 жылғымын, 24 жастамын. Мен өзімнің нәтижеммен бөлісейін деп отырмын сіздерге. Мен өзім ұйықтаған кезде, қатты шаршап ұйықтаған кезде, жастығым, адам аузынан су ағып ұйықтап қалады ғой. Сөйтіп аузынан су ағып ұйықтап қалатынмын. Сол кезде жастығымда қан болып қалатын, қан аралас су нететін. Одан кейін ертең жуынуға шықсам, аузымнан қан түкіріп жүрген. Содан маған не болды деп жүрдім. Больницаға бармадым, бірақ қорқақтадым. Тағы бір жаман диагноз қойып қояма деп қорқақтап жүрдім. Содан бір күні менің ішім майдың жетісінде ішім дәу болып өсіп кетті. Кәдімгі екі қабаттар әйелдер сияқты болып. Содан ойбай, маған не болды деп менде уже тревога басталды. Содан больницаға бардым. Больницаға барып едім. Больницадағылар мені УЗИ-ға түсірді, МРТ-ға жіберді. Неше түрлі УЗИ-ға түстім. Түрлі анализдер тапсырды бәленбай. Содан менде гепатит С, цирроз печень и асцит деп берді маған. Бауырымның айналасы УЗИ-да кәдімгі суға толып кеткен, ішім суға толып кеткен. Маған содан операция жасау керек, сізге пересадка деді. Пересадка тек қана өзіңнің туған бауырларыңнан ғана ала аласың деді. Содан маған келген бұл сынақ шығар деп мен өзім бауырларыма айттым. Айтып едім. Бауырларым береміз, қорықпа, жасата бер деді. Солдан Нью-Вейв компаниясы туралы айтайын деп отқаным. Бұл жерде сіздерде осы Нью-Вейв компаниясында менің сіңілім, туған сіңілім, өзімнің бауырым жұмыс істейді, лидер болып. Сол қыз келіп, Гүлзира Адамтаева, сол келіп маған бір түнде бауырларымның көмегінің, Алланың қалауымен бауырларым көмектесті. Маған мына бутылканы әкеп берді. Осы бутылкамен ғана су ішесің, басқадай су ішпе деді. Осы бутылканы ішкелі мен уже 2 айдан асты ішкеніме. Аллаға шүкір, жақсымын. Содан кейін бетім ылғалданып, әйбет болып қалған сияқты өзімді байқап жүрмін да. Одан кейін мен өзім бетіме крем жақпаймын, ұнамайды маған кремдер. Білмеймін, жаға алмайды екенмін ешқандай кремді. Бір той томалаққа болмаса басқа уақытта жақпаймын. Содан өкшем де жарылып кететін. Өкшем де қазір күшті. Содан енді жылтыр болып, кәдімгі жас баланың несінде болып тұр өкшем. Әйтпесе менің кожам сухой болатын. Кожамды, денемді ылғалдандырып тұр. Содан Гүлзира сол күні маған бутылкамен қосып мынаны әкеп берді. Мына өнімді. Осы өнімді мен 2 мезгіл ішіп жүрмін. Одан кейін бұл еквит мынаны 1 литр суға езіп ішеді екен. Араластырып ішеді екен. Осыны ішіп жүрмін. Одан кейін мен әлі аттарын жаттай алмай жатырмын. Ренжімеңіздер, аттарын атай алмай жатсам. Одан кейін мынандай 2 өнім алып келді. Осы 2 өнімді ішіп жүрмін. Осылардың қазір Аллаға шүкір деп айтамын. 2 апта ішкеннен кейін, 2 аптадан кейін мен бүткіл ісіктерім қайтты. Бүткіл ішімде қайтты. Қайтадан УЗИ-ға барып түсіп едім. УЗИ-да ешқандай ісік жоқ, су жоқ, ішінде бауырымда да су жоқ деді. Әйтпесе алдында бауырымда су болатын. Маған гепатит С, асцит, цирроз печень деп берді маған. Ол маған Алладан келген сынақ екен. Бауырларыма рахмет. Мені қолдап, бәрі көңілімді түсірмей, береміз бауырымызды деп ұсыныс білдірді. Одан кейін жаңағы Гүлзираға рахмет. Осы компанияда жұмыс істеп жатқан кезде бізге айтатын осы өнімдер туралы, бірақ мен мойын бұрмай жүргем. Қазір Аллаға шүкір, мойнымды бұрып тұрып, Алланың қалауымен осы компанияға мені алып келді. Осы компанияның өнімдерінің арқасында мен почти жазылдым деп айтсам болады. Қазір Аллаға шүкір, салмағым түсті. Басында мен ісініп тұрғанда 75-76 килограмм болғам, қазір 64 килоға түстім. Қазір бұрын тәбетім болмай қалған, шай ішуді қойғам, шайды ішпей қалдым. Қазір де ішпеймін шайды. Осы сумен кешке шейін осы суды ішіп жүрмін. Содан осы сумен қоректеніп жүрмін. Содан Галина Константиновна маған мынандай ішесің, мынандай ішпейсің деп түгел тамағымның рационында жасап берді. Сол кісінің айтуы бойынша тамағымды да солай ішіп жүрмін. Жоқ, қазір Аллаға шүкір, мыңда бір шүкір деп айтам. Алланың қалауымен келдім мен осы компанияға. Қазір күштімін, жақсымын, өзімді жеңіл сезінемін, денем жақсы, ылғалданып, крем жаққан сияқты, крем жақпасам да крем жаққан сияқты болып, өзімді сондай керемет сезініп жүрмін, өзімді жеңіл сезініп жүрмін. Осы компанияның лидерлеріне, осы компанияның Қазақстанға алып келген мықты лидерлерге рахмет, мыңда бір рахмет. Алла разы болсын, ол кісілерге бала шағаларының қызығын көрсін. Енді мен тек қана осы компанияның ғана өнімдерін ішетін боламын.